Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін роза пішінді манты тағамын дайындаймыз. Дәмі отбасыңыздың есінен кетпей қалатыны сөзсіз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құйып аламыз. Қамырымыз езіліп кетпес үшін бір жұмыртқа қосамыз және теп-текс әдемі болуы үшін 50 грамм сұйық май құйып және татымына қарай тұз салып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонан соң електен өткізілген ұнды сұйық қоспамызға жайлап салып жұмсақ етіп қамыр елейміз. Жақсылап июі қану үшін көп рет қамырды елейміз. Июі әдемі болып қанып тұруы үшін біз ол қамырымызды салафанға салып бір шетке қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша әдемі етіп роза мантымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ең алдымен дәмді әдемі болу үшін асқабақтың сыртын ішін тазалап ашып аламыз. Сонан соң картоп, пияз сияқты көкөністерімізді жақсылап ашимыз. Әрине тазалық үшін жууды ұмытпаңыздар. Сонан соң әркім өз талғамына қарай майдалап турайды. Негізі теркадан өткізулеріңізге де болады. Барлық туралған көкөністерімізді үлкен табаққа, немесе біздің өңірде керсен деп айтылатын, яғни керсенге салып, және менің жағдайымда сиырдың фаршы, яғни майдаланған ет дейміз бе, қалай айтамыз, салып, татымына қарай тұз, бұрыш және мен кинза қостым. Осы ингредиенттерді, яғни осы қоспаларды салып, жақсылап араластырып, оны дайындап бір шетке қойып қоямыз. Ал ендеше июі қанған қамырымызды жақсылап жаюға кірісеміз. Мен бұл жерде 2 зуала қамыр дайындадым, яғни 2 кішкене кесемен өлшегенде шығатын өлшем бірлікті айтамыз, 2 зуала. Кейбір жерлерде басқаша айтуы мүмкін. Енді бізде роза мантымыздың қамыры мейлінше жұмсақ болуы үшін жақсылап тұрып оны жаямыз. Ал менің жаю әдісім қамырдың ешқашан ортасынан баспаймын, шетінен ғана басып, және қамырды жайған кезде де шеттерінен жайып жұқартуға тырысамын. Мен осы қамырды жайып жатқан кезде қызым манты қазанымды жақсылап майлап дайындап қойыпты. Ол видеоға түспей қалған. Тағы манты қазанды майламадық па деп жүрмеңіздер. Немесе астына төсейтін өзіндік тесіктері бар, төсейтін затты төсесеңіздер де болады. Енді мен мантының қамырын байқап отырған шығарсыздар, үлкен етіп кескен жоқпын, сопақша етіп кесіп шықтым, және менің өзіме жайлы етіп төсеп алдым. Төсеп болғаннан соң әр жаңағы кесілген қамырдың ортасына менің дайын болған салмамды осылайымша салып шықтым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Және осы салып шыққан салмаларымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай бір шетін екеуін жабыстырып орап шығамыз. Және бізде көріп тұрсыздар, роза болып шықты. Енді көп жағдайда көп адамдар қызыл түске бояп жатады. Мен ондай түске бояуды жөн көрмедім, себебі біздің отағасымыз ондай түрлі түсті тағамды жегенді онша ұната бермейді. Сондықтан мен ақ раушан гүл деп айтайыншы, ақ раушан гүлдерін жасап шықтым. Әлбетте біздің бүгіп болған роза мантілерімізді манты қазанға салып болған соң үстін майлаймыз. Ал ендеше әркім өз қалауынша тұздық дайындайды. Кейбіреулер басқаша дайындау мүмкін, мен осылай дайындаймын. Пиязды майдалап турап, және оның үстіне сәбіз, және оның үстіне
болгар бұрышы және қызанақты жақсылап турап, араластырып, қызып тұрған тапада үстіне су құйып, тұзын салып дайын етіп қойдым. Көп адам осы тағамдарға тұзды қосқанды ұнатпауы мүмкін, бірақ әдемілік үшін де, денсаулық үшін де осы көкөністерден жасалған тұздықтар өте пайдалы болады. Сондықтан сіздерге осындай тұздықтарды жасап тағамға қолдануларыңызға кеңес беремін. Тұздығымызға су құйып, қақпағын жауып, бұқтырып, 10-15 минутта пісіріп аламыз. Ал көптен күткен роза мантымыз дайын болды. Дәл осындай пісуіне 5 минут қалған кезде үстіне кесемен су бүркіп жіберулеріңізге болады. Себебі кейбір қамырларының беті қаязып қалуы мүмкін, сондықтан су бүркіген жөн. Ал біздің роза мантымыз дайын болды. Тағам ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өзімнің каналымда күтемін. Сіздерге жақсы видеолар түсіремін.